Тақырып педагогикалық дизайн және педагогикалық жобалау ортақ және негізгі айырмашылықтары. Педагогикалық жобалау бұл білім беру процесін алдын ала жоспарлау, модельдеу және ұйымдастыру әрекеттерінің жүйесі. Ол педагогикалық мақсаттарға жету жолдарын ғылыми негізде құрастыруды көздейді. Жобалау барысында мұғалім оқу процесінің мақсаттарын, міндеттерін, мазмұнын, әдіс-тәсілдерін және нәтижелерін айқындайды. Педагогикалық жобалау тек қана сабақ жоспарын құру емес, ол білім беру жүйесінің логикалық құрастыратын стратегиялық іс-әрекет. Мұғалім немесе әдіскер оқу-тәрбие процесін нақты уақытта, нақты жағдайда бейімдеп, тиімді ұйымдастыру жолдарын іздейді. Бұл ұғым педагогикалық инновациялардың негізгі бөлігі болып табылады. Себебі жаңа идеяны немесе әдісті іске асыру үшін алдымен оны ғылыми тұрғыда жобалау қажет. Жобалау кезінде оқушылардың жас ерекшеліктері, жеке қабілеттері, әлеуметтік орта мен оқу ортасы ескеріледі. Педагогикалық жобалау нәтижесінде оқу-тәрбие процесі мақсатты, жүйелі және нәтижеге бағытталған сипат алады. Ол білім беру сапасын арттыруға, оқу процесінің тиімділігін қамтамасыз етуге, сонымен қатар мұғалімнің кәсіби шеберлігін жетілдіруге мүмкіндік береді. Екінші бөлім бізде педагогикалық дизайн ұғымы және ерекшелігі. Педагогикалық дизайн бұл оқыту процесін ғылыми және технологиялық тұрғыда жобалау және ұйымдастыру әрекеті. Термин ағылшын тіліндегі ұғымын енгізген мағынасы оқыту тәжірибесін құрастыру дегенді білдіреді. Педагогикалық дизайнның негізгі мақсаты оқу материалын тиімді құрылымдау, оқушылардың оқу мотивациясын арттыру және білімді жеңіл әрі терең меңгеруіне жағдай жасау. Одан кейін бізде педагогикалық дизайн тек мазмұнды жоспарлаумен шектелмейді, ол оқыту процесінің барлық кезеңін қамтиды. Бізде ол мақсат қою, оқу материалын талдау және оқу тәжірибесін жобалау, Үшінші бөлім педагогикалық дизайн мен жобалаудың ортақ белгілері. Педагогикалық дизайн мен педагогикалық жобалау бір-бірімен тығыз байланысты, ортақ мақсатқа бағытталған ұғымдар. Екеуінің де басты мақсаты оқу процесінің сапасын арттыру, белсенділігін күшейту және оқу нәтижелерін жақсарту болып табылады. Олардың ұқсас қырлары мыналар. Біріншіден, жүйелілік және ғылыми негізділік. Екеуі де білім беру процесін жүйе ретінде қарастырады. Яғни, мақсат, мазмұн, әдіс, нәтиже өзара байланыста болады. Ал екінші нәтижеге бағытталу. Дизайнда, жобалауда соңғы оқу нәтижесіне жету басты мақсат етті. Педагогикалық талдау мен жоспарлау екі ұғымда оқушылардың қажеттілігін, оқу ортасын, ресурстарын алдын ала талдауға негізделеді. Шығармашылық және инновация екеуінің де мұғалім шығармашылық ізденіс үстінде болады. Жаңа идея, тәсіл, құралдар іздейді. Кері байланыспен бағалау. Дизайнда, жобалауда оқу процесінің тиімділігін тексеріп,
нәтижелеріне қарай түзеулер енгізуді көздейді. Төртінші бөлім педагогикалық дизайн мен жобалаудың негізгі айырмашылықтары. Педагогикалық жобалау мен педагогикалық дизайн ұқсас болғанымен олардың мазмұны мен бағыт жағынан айырмашылықтары бар. Қызмет деңгейі бойынша педагогикалық жобалау стратегиялық деңгейінде жүзеге асырылады. Яғни ол бүкіл оқу бағдарламасын, курсты немесе жүйені жоспарлайды. Ал педагогикалық дизайн тактикалық деңгейде, яғни нақты сабақтың немесе оқу материалының құрылымын құрастырумен айналысады. Жалпы мақсаттық бағыт бойынша жобалау оқу процесінің не үшін және нені оқыту керек деген сұрағына жауап береді. Ал дизайн қалай тиімді оқыту керек деген сұраққа бағытталады. Жалпы күтілетін нәтиже түрі бойынша жобалау нәтижесінде оқу бағдарламасы, оқу жоспары немесе педагогикалық модель жасалса, дизайн нәтижесінде нақты электрондық материалдар, сабақ құрылымы, мультимедиалық ресурс немесе интерактивті курс дайындалады. Жалпы қолдану саласы бойынша жобалау жалпы педагогикалық жүйеге қатысты болса, дизайн көбіне цифрлық ортада мультимедиалық немесе қашықтықтан оқыту форматында қолданылады. Мазмұндық ерекшелігіне келетін болсақ, педагогикалық жобалау ғылыми және әдістемелік бағытқа негізделсе, педагогикалық дизайн технологиялық және визуалды құралдарға сүйенеді. Осылайша педагогикалық жүйе педагогикалық жобалау идея мен құрылымның іргетасы болса, педагогикалық дизайн сол идеяны жүзеге асырудың нақты құралы. Жалпы қорытындылай келе, педагогикалық дизайн мен педагогикалық жобалау қазіргі білім беру жүйесінің ажырамас екі ұғымы ретінде қарастырылады. Екеуінің де түпкі мақсаты бұл оқыту процесін тиімдету және оқушының тұлғалық дамуын қамтамасыз ету. Педагогикалық жобалау жалпы білім беру стратегиясының құрылымын және мақсаттарын анықтайды. Ал педагогикалық дизайн сол жобаның іс жүзінде жүзеге асырып, нақты оқу тәжірибесін ұйымдастырады. Яғни, жобалау бұл не және не үшін оқытамыз, ал дизайн қалай және қандай құралдар арқылы оқытамыз деген сұрақтарға жауап береді. Олардың бірлігі білім беру сапасын арттырады. Оқу процесін жүйелі, көрнекі және технологиялық тұрғыда байытады. Қазіргі заманда мұғалім тек білім беруші емес, сонымен бірге оқыту процесінің жобалаушы және дизайнері болуы тиіс. Сондықтан, педагогикалық жобалау мен дизайнды үйлестіре қолдану бұл 21 ғасыр мұғалімінің басты кәсіби құзыреттерінің бірі ретінде айта аламыз. Педагогикалық дизайн мен педагогикалық жобалау қазіргі білім беру жүйесінің